Қайырлы күн YouTube оқырмандары. Жүрек жарасы арнасына қош келдіңіздер. Мен Айгүлмін, 22 жастамын. Қарапайым ауылдың қызы болып өстім. Бірақ қалаға оқуға келгенде өмірім өзгерді. Университетте оқып жүргенде бір күні кітапханадан шығып келе жатып, бір жігітке соқтығыстым. Ол Ержан, менің болашақ күйеуім. Ол да студент еді. Инженерлік факультетте оқитын. Көздері мейірімді, күлкісі жылы, сөздері ақылды. Біз бірден сөйлесіп кеттік. Кофе ішуге шақырды. Мен келістім. Сол күннен бастап кездесе бастадық. Алғашқы кездесулерде ол өте романтик болды. Гүлдер сыйлайтын, серуенге шығаратын, менің армандарым туралы сұрайтын. Мен оған ғашық болдым. Ауылдағы әдет ғұрып бойынша біздің қарым-қатынасымыз таза болуы керек еді. Ешқандай жақындық жоқ, тек қол ұстасып, беттен сүю ғана. Мен пәк қыз едім. Алғашқы махаббатым осы болатын. Ол да маған, мен сені күтемін, некеге дейін ештеңе болмайды деп уәде берді. Бірақ ішімде бір қорқыныш бар еді. Ауылдағы әңгімелерден ер адамның ерлігі туралы естігенмін. Бірақ өзім ештеңе білмейтінмін. Достарымның әңгімелерінен ғана ойлайтынмын. Бір жылдан кейін ол маған ұсыныс жасады. Мен қуанып кеттім. Ата-аналарымыз келісіп, тойға дайындық басталды. Мен өзімді ең бақытты қыз сезіндім. Бірақ түнде ойланып жататынмын. Неке түні қалай болады? Ауырмай ма деп. Анам маған, қызым, ол жағы табиғи, ер адам біледі деп қана айтқан. Мен сендім. Тойымыз ауылда болды. Үлкен, дүркіреген. Мен ақ көйлек киіп, жүзімде күлкі, ішімде толқу. Ержанда әдемі костюмде маған қарап күліп тұрды. Тойдан кейін біз қаладағы пәтерге бардық. Оның ата-анасы сыйлаған жаңа үй. Мен қобалжып тұрдым. Душқа түстім. Әдемі киініп жаттым. Ол да келді. Айгүл, мен сені қатты жақсы көремін, деді ол. Мен де солай дедім. Мен қызыл болып ұялып кеттім. Бірақ ұнады. Оның заты кішкентай, жіңішке екен. Мен ойладым, мүмкін үлкейіп қалар деп. Бірақ ештеңе болмады. Ол тырысты, бірақ оның заты сол күйі жұмсақ күйінде қалды. Кешір, толқып тұрмын, деді ол. Мен түсіндім деп күлдім. Бір сағаттай уақыт өтті. Әйтеуір қозғалды. Менен қызыл түс шықпады. Мен ойладым, мүмкін менде проблема бар деп. Ол шаршап ұйықтап қалды. Мен түн бойы жыладым. Ішімде драма басталды. Бұл не? Мен пәк емеспін бе деп өзімді кінәладым. Ертесіне ояндық. Ол маған күліп қалды. Кеше толқып қалдық. Бүгін жақсы болады, деді. Мен сендім. Күні бойы серуендедік. Мен жылап айттым. Менде қызыл түс жоқ, Ерлан деп. Мен сонда пәк емеспін бе, дедім жылап. Ол мені жұбатты. Ол маңызды емес. Кей қыздарда болмайды, деді. Бірақ мен ауылдағы әңгімелерді есіме түсірдім. Қызыл түс шықпаса, қыз пәк емес деп айтады. Мен өзімді кінәладым. Өткен өмірімді ойладым. Балалық шақта велосипед теуіп құлап қалғанмын. Мүмкін содан шығар деп ойладым. Бірақ ішімде бір нәрсе дұрыс емес сияқты. Оның заты кішкентай болғаны үшін бе? Мен дос қызыма айтқым келді. Бірақ ұялдым. Күндер өте берді. Бірақ әрқашан солай қысқа ауыртпайтын еді. Бір ай өтті. Мен интернетке кіріп іздене бастадым. Неке түні қызыл түс шықпауының себептері деп жаздым. Оқып шықтым. Кей қыздарда ол жақ жұқа болады. Спорттан жыртылады. Немесе ердікі кішкентай болса жыртпайды деп жазылған. Мен таңғалдым. Ержанның заты туралы ойландым. Ол шынымен кішкентай еді. Орташа өлшемнен кішкентай. Мен өлшедім бір күні ұйықтап жатқанда. 9 сантиметр ғана екен. Мен қайғырдым. Бұл өмір бойы солай бола ма деп ойладым. Достарымның әңгімелерін естідім. Олардың күйеулерінің заты үлкен, жақындық ұзақ болады деп.
Мен өзімді алданған сезіндім. Ержанға айтқым келді, бірақ қорықтым. Ол ренжиді деп. Оның орнына дәрігерге бардым, гинекологқа. Ол тексерді. Сіз пәксіз, пердеңіз тұтас, бірақ жұқа деді. Қызыл түс шықпауы мүмкін, егер жақындық болмаса. Мен түсіндім, проблема оның затында екенін. Үйге қайтқанда жыладым. Драма ішімде өрши түсті. Мен оны жақсы көремін, бірақ бұл өмір қалай өтеді деп. Тағы бір ай өтті. Жақындық сирек бола бастады. Ол жұмыста шаршаймын деп айтады. Бірақ мен білемін, ол да сезеді. Бір күні шыдамым таусылып айттым. Ержан, сенің затың кішкентай, сондықтан менен шықпады деп. Ол менен қатты ренжіп қалды. Сен не айтып тұрсың? Мен қалыптымын деп айқайлады. Біз ұрсыстық. Ол шығып кетті. Түнде қайтпады. Ертесіне келді. Кешірім сұрады. Мен дәрігерге барайын деді. Бірақ бармады. Мен өзім іздендім. Неше түрлі заттар, жаттығулар бар екен. Оған ұсынсам қабылдамады. Сен мені сүймейсің бе деді. Мен жыладым. Сүйемін, бірақ бұл проблема деп. Драма күшейді. Мен түнде ұйықтамаймын, ойланамын. Ажырасу туралы ой келді. Бірақ ауылда не айтады? Қызғаныш басталды. Ол басқа қыздарға қарайма деп. Бір күні жұмыста бір жігітпен сөйлестім. Ол маған комплимент айтты. Мен ойландым, мүмкін басқа ер адаммен болса қалай болар деп. Бірақ опасыздық жасағым келмеді. 3 айдан кейін шыдамай, сол жұмыстағы жігітпен кездесуге бардым. Оның аты Нұрлан. Біз кофе іштік, сөйлестік. Ол маған ұнады, күшті, сенімді. Бір күні оның пәтеріне бардым. Үйге қайтқанымда өзімді кінәлі сезіндім. Нұрланмен тағы кездестік. Бірақ әр жолы драма күшейді. Мен екі өмір сүріп жатқан сияқтымын. Үйде Ержанмен, сыртта Нұрланмен. Ержан байқады, сен өзгердің деді. Мен жоқ дедім. Бірақ ішімде қайғы. Ақыры Нұрланға айттым. Болды, ажырасайық. Ол ренжіді, бірақ кетті. Мен өзімді жалғыз сезіндім. Ержанға бәрін айттым. Мен сені алдадым. Өйткені қанағат таппадым дедім. Жылап, ол қатты қайғырды. Ұрсыстық, бірақ ол кешірді. Мен өзгеремін деді. Дәрігерге барып қаралдық. Заты аздап үлкейді, бірақ әлі де кіші. Жақындық жақсарды, бірақ толық емес. Мен ойландым, бұл өмір ме? Деп, ақыры ажырасуға шешім қабылдадым. Ауылға қайттым. Ата-анам ренжіді, бірақ түсінді. Қазір жалғызбын, бірақ бақыттымын. Енді ер адамды таңдағанда ішкі сезімге сенемін. Бұл оқиға маған сабақ болды. Махаббат тек сөз емес, денеде маңызды.